достар, сендермен бірге менің сіңілім Амина және мен әпкем Наргиза. Білесіңдер ме, сендерге бүгін мен бірдеңе көрсетейін дегенмін. Оның аты ауылдағы ферма. Ол үлкен ойыншық. Оны маған ата-анам алып берген. Оны 1 жасымда ғана алып берген еді. Соны сақтап қойған. Көрсетейін ба, достар? Көрсетеміз ба, Амина? Әрине көрсетейік. Көрсетеміз, онда кеттік. Осындай үлкен ауылдағы ферма деген ойыншық бар. Ол жерде сиыр, жылқы және кішкентай торай. Балалар, бәрін көрсетеміз біз қазір. Көзімізге елестесейікші. Таң атты. Әтеш өлең салар келді. Аминочка, әтешке бас. Әтеш ән айтып жатыр. Күн шықты. Фермадағы жүрген қыз үйден шықты. Ойнағысы келді. Ойнай бер. Ойнай бергенше күн батып түн шықты. Әтеш қайтадан ән сала келді. Аминочка, әтешке баса ғой жаным. Әтеш ән айтып жатыр. Фермадағы қыз үйіне кетіп, ұйықтай келді. Қандай күшті балалар! Ал енді жылқы да, сиыр да, торай да, біздің кішкентай торайымыз да өлең айта алады. Олардың кнопкаларына басып көрейік. Ал енді сиырға басамыз. Осы фермада 2 сырғанақ бар. Сол сырғанақтан доп сырғанайды. Доп сырғанап болған соң, осы жерде кнопкалар бар. Кнопканы басып өткізеді де, осы жер айнала түседі. Күн қозғай алады. Бір кездері күн шығады. Бір кездері күн батып түн шығады. Ол жерде ағаш бар. Және иректер қазып жүр. Балалар, енді артын көрсетеміз. Осында бізде ауылдағы ферма деген ойыншық бар. Ол өте үлкен және өте әдемі. Әтеш осы жерде отыр. Ол адамдарды оятып, фермадағы қызды шақырады.
Жүгері өсіп тұр. Өсіп тұрған жүгерілер 3 бар. Гүлдер 2, ал басқа жағында 3. Тастар және айналады. Осы жерден көп сырғанап, осы жерде бірақта кнопка жоқ. Ол кнопка ағаштың қасында. Осы жерде ағаштың басында тесік бар екен. Және осы діңінде тағы бір тесік бар. Сол тесіктен добымыз сырғанап айнала түседі. Ауылдағы ферма деген ойыншық маған қатты ұнаған. Аминочка, саған қалай ұнаған ауылдағы ферма деген ойыншық? Маған өте қатты ұнады. Маған да. Бірақ та өкінішке орай, осы жерде бізге кішкентай ешкі болған еді. Ол ешкі жоғалып қалған. Наргиза, енді торайды басып көрейікші. Басып көр. Орнына қой торайды, біздің торайымызды. Ал енді кішкентай ешкінің кнопкасын басып көрейік. Тағы да не көрсетсем болады екен? Ауылдағы ферма деген ойыншықта осындай тағы да гүлдер бар екен. Ол жерде 4, мына жерде 2, 3, 4 деп келеді. Сендер көріп тұрсыңдар ма, жоқ па балалар? Осы видео сендерге ұнады ма? Комментарияларда жазыңдар. Каналға лайк қойып жазылыңдар. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.